бері кел. Мыналарды деген айқайлап қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деген осы екен ғой. Айқайлайсың, амал жоқ. Аяққа біреу кірген, мына жаққа біреу кірген, мына қыздан пайда болмай жатыр. Анау неш, КТЛ, дарын, анау пынауға түсем деп дайындалып жүр. Дайындалғанда бар ғой, 10 теңге беріп сөйлет, 1000 теңге беріп қойғызамай жатырмыз. Осындай да болады екен. Тоқтамай кіргеннен дайындалады. Сабақтан өзі азанға 8-де кеткен, кешкі 8-де келеді, чайын іше сап, отырып оққанын өз сағаттың 2-ге бірақ барады. Ал, енді қараңыз, мейлі білімді ұрпақ болсын, білімді болғанымен ары қарайғы өмірге бейім бола ма? Мәселе қаяқта жатыр, қараңыз. Қазіргі ұрпақ. Сон жан-жағын ойламайды деймін, білім беретін жандар. Ай, мынау үй шаруасына да араласпай ма, спортқа да бармай ма, кестеде тікпей ма, бауырлымен қарым-қатынас түземей ма? Жоқ. Ондайды қазір доғардық. Ал енді ана нишқа түсу үшін ана программаларды кім ойлап тапқанын Құдай біледі. Ол мектептің баласы түземаса, ол несіне оқу деп жылап жібергім келеді. Қайдағы жоқ есептер, сандық сипат, пәлем, пәштіген, оның бәрін біліп алғаннан кейін ойға түсіп не керегі бар еді деймін. Ал қояғал айналайын, миыңды ағызба, бір интернатты көрдік айналайын десек жылайды. Түскім келеді, оқығым келеді деп. Оқиын деп тұрғаннан кейін бетін қақпайсың. Ал оның программасын кім составить етіп отыр? Ол оқушы аға арналмаған, мектепте оқымайтын дүниенің, ол сонда өстіп дайындалып келу керек па? Сонда не сұмдық? Оны кім дайындалмай барған адам өше түсемайды оған? Қаяқтан тауып атыр осын, жаңа келген министр осын қолға алса деп ойлайым шын басым. Ана аймағам кетіп барып басымызға, шекемізге тар келді ма? Жөн түзі бір министрға жарбек, оны да жылып апты ғой кеше.